Ал енді мынау жаңа жыл келген кезде ой жан жақтың бәрін сәндеп, жаңа 16 желтоқсанда сәнделмеген дүниелер шыға бастайды да. Мынау жаңағыдай қанмен келген мынау 16 желтоқсан өзіміздің шынайы мерекелерімізді тойлаудың орнына жаңағыдай қайдағы бір бізге түкте пайдасы жоқ болған мерекелер тойлап жатамыз да. Бисмилля, альхамдулилля, Аллах тағалаға мақтаулар болсын. Аллах тағалаға сансыз мақтаулар болсын. Біраздан бері сөйлемеген екен, осындай бір кішкене қобалжулар болып жатыр. Бірақ десе де қазіргі таңда бір айтып кететін бір дүние бар. Мынау жаңа жыл келе жатыр ғой енді. Мынау шариғатымызда Аллах тағала жақсылыққа шақырады. Аллах тағала әрдайым момын мұсылмандарды жақсы болуын, осы өмірде жақсы өмір сүруін, ертең қияметте де жақсы өмір сүруіне шақырады. Бірақ десе де жамандыққа қарай бет бұратын ол пенденің өзі екен да. Мысалы Аллах тағала Құранда осы бір шайтанның мысалын айтады. Мынау шайтан дейді. Адам баласы бір жақсылық нәрсе істейін деп жатса, кедейлікпен азғырады дейді. Бір нәрсеге бір туған туысқандарға ақша берейін деп жатсаң, не болмаса бір жетім жесірлерге жәрдем берейін деп жатсаң, кедейлікпен азғырады дейді. Мешітке садақа берейін деп жатсаң деген сияқты. Ал енді бір харам нәрсе істейін деп жатқан кезінде дейді, сен жомартсың, сен мықтысың, сен осы нәрсені жасай аласың деген сияқты алдайды дейді. Қарап тұрсаң, қазіргі таңда қоғамымызда момын мұсылмандар өздерінің екі айтына дайындалмағандай осы бір жаңа жылға дайындалып жатады. Мысалы осы декабрь айында не болды? Бізде екі мереке болды. Біреуі 16 желтоқсан, біреуі 31 декабрь, желтоқсан жалпы айтқанда. Бірақ екеуіне дайындық екі түрлі болды да. Қазақстан Республикасының төл мерекесі болған, мынау бабаларымыз бәленбай жылдар бойы аңсаған, бір бабаларымыз жаңағыдай ол үшін жанын берген, малын берген, қанын берген, мынау жаңағыдай қанмен келген, мынау 16 желтоқсан тойланған кезде, орау, не дейді анау орыстарда через не хочу дейді ғой, жалпы айтқанда орау, амалсыздан тойлап жатады. Ал енді мынау жаңа жыл келген кезде ой жан жақтың бәрін сәндеп, жаңа 16 желтоқсанда сәнделмеген дүниелер шыға бастайды да. Осыдан-ақ көрсек болады, негізінде біздер өзіміздің шынайы мерекелерімізді тойлаудың орнына жаңағыдай қайдағы бір бізге түкте пайдасы жоқ болған мерекелер тойлап жатамыз да. Айттарды ғой айтпай ақ қойсаң болады. Өкінішке орай міне осы ертең сол бір күн келген кезде садақаларға шықпаған ақшалар, туған туысқандарға шықпаған ақшалар, не болмаса сондай бір зекеттерге шықпаған ақшалар өкінішке орай құр бос бір күндік қызық үшін, харам үшін шығып кетеді. Негізі ойлайсың да бабаларымыз осы нәрсені аңсаған бе деп ойлайсың ше.